Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пәні бойынша, осы жанды пәні бойынша жақын туыстардың, ерлі зайыптылардың немесе жекжаттардың бірге қызмет істеуіне жол бермеу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 14-ші бабында нақты ережесі көрсетіледі осы жөнінен. Демек, жақын туыс адамдардың, жекжат адамдардың, туысқан адамдардың бірге қызмет атқаруына жол бермеу жөнінде. Бұл негізінде бұл тақырыптың өзі де мемлекеттік қызметшілер арасында да, қоғамда азаматтардың арасында да жиі қозғалатын тақырып былайша айтқан кезде. Кейде тіпті бұл өзі осы бапты, осы 14-ші бапты егжейлі нақты былай зерделеп түсінбегендіктен, нақты былай жанында нақтылығын білмегендіктен де кейбір қызметшілердің арасында да, әсіресе жас мамандардың арасында қателіктер де болып жатады. Сондықтан бұл тақырыпты бүгін талдап кетейік деп тұрмын. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз ондай бір ұзақ болмайды. Бірақ айта кетейін, осы бір бапты ғана. 14-ші бап демек, осы жақын туысқандардың, ағайындардың, жекжаттардың, аға інілердің, апалы сіңлілердің жанында бірге қызмет атқаруына жол бермеу. Енді мемлекеттік қызмет туралы заңда да осы жақын туысқан адамдардың бір жерде бірге қызмет атқаруына тыйым салынған. Бұл мемлекеттік қызмет туралы нормада да. Сол секілді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 14-ші бабында да бұл жерде шектеу қойылған, демек тыйым салынған. Енді коммерциялық ұйымдарда ондай шектеу жоқ. Коммерциялық ұйымдарда, басқа жанында мынау бизнес кәсіпкерлік ұйымдарда, бизнес жанында қызметтерінде ондай шектеулер жоқ әрине. Енді айта кетуіміз керек, осы мемлекеттік қызметтің бұл жанында шектеуі қалай? Бұл өзі жанында жақын туысқандар деген кімдер ол? Жақын туысқандар, енді мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң бойынша ол әкесі мен анасы, баласы, атасы, апасы, немересі, әкелері бірге, болмаса жанында әкелері бөлек, болмаса жанында аналары бөлек, әкелері бір, ағалы інілі адамдар, апалы сіңлілі адамдар, бір ағамен қарындасы, болмаса жағдай әйелінің жақын туысқандары, демек әйелінің ата-анасы, әйелінің жағдай бауырлары болып саналады, жекжаттар былайша айтқанда. Осы жақын туыс адамдар әрине мемлекеттік қызметте бірге қызмет атқара алмайды, бірақ қандай кезде деген сұрақ туындайды. Бір-біріне бағынышты болатын болса да. Оған мысал келтіріп кетейік, бір адам, сол үшін жаңағыдай Болатов деген адам дейік, ол мысал үшін өзі бір аудандық әкімдікке әкім болып тағайындалатын болса, енді оның жалпылай көрінді әкім болып тағайындалатын болса, ал енді ол сол аудандық әкімдікте бірге жұмыс істеп жүрді. Бұл жаңағы ауданның әкім болып тағайындалатын адамның аты Айдос, ал оның жаңағыдай жақын туысқанның есімі жаңағыдай Айбек деген жігіт болатын болса, неге? Бұл жерде Айдос әкім болып тағайындалған күннен бастап бір айдың көлемінде, ең ұзақ мерзім 3 ай қойды. 3 айдың көлемінде жаңағыдай қызметін туысқаны Айбек қызметін ауыстыру керек. Я Айдос қызметін ауыстырады, я болмаса оның туысқаны қызметін ауыстырады. Демек, екі жақын туысқан адамдар бір жерде қызмет атқара алмайды бұл жерде. Бір жерде ағайын туысқандардың бір жерде қызмет атқаруы, бір жағынан ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңмен, мемлекеттік қызмет туралы заңның нормаларын бұзу болады. Ал енді екінші тарапта бұл әрине сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне әкеліп соқтырады. Демек, қандай да бір сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстардың, құқық бұзушылықтың болдыруына ықпал ететін себеп
пен салдарларга әкеп соқтырат. Кандайдыр бир себептер пайда болот, акпал этетін кандай мән жайлар пайда болот жемқорлық аракеттеринде. Мінекей, яки болмаса былай, мындай да сұрақ болуы мүмкін. Енді қоғамда адамдарда әртүрлі сұрақтар туындайды осы бап бойынша. Былай болуы мүмкін. Екі, мысалы үшін апалы сіңілі адам бір бөлімде жұмыс істейді дейік. Аудандық акиматта бір правовой отдел, құқықтық бөлімде екеуі жаңағыдай инспектор болып жұмыс істейді дейік. Жаңағыдай біріншісі де бас маман, екінші қыз балада, екі қыз бала бас маман, екеуі жақын туысқан адамдар, басқанда да туысқан адамдар. Енді екі туысқан адам бір жерде жұмыс істей беруімізге болады ма деген сұрақ туындайды бұл жерде. Әрине, егер де мысалы үшін бұл жерде екі адамның арасында ортақ бағыныстылық, подчинение дейді ғой орысша. Бірінші, екеуінің арасында бір-біріне деген бағыныштылық, подчинение, бағыныштылық болмаса, онда жаңағыдай екі қыз балалар, әйел адамдар бір жерде қызмет атқара береді. Ал егер де осы жерде екі қыз баланың, екі әйел адамның біреусі бөлім басшысы болып тағайындалатын болса, онда сол бөлім басшысы болып тағайындалған адам 3 айдың ең ұзақ мерзімі 3 ай. Сол жаңағы я болмаса оның қарамағында қызмет атқаратын әйел адам, туысқаны екеуінің біреуі орын ауыстыру керек. Демек қызмет басқа бөлімге, басқа ауданға, басқа бір мекен жайға қызмет ауыстыруына тура келеді. Тіпті көрдіңіз бе, егер де жаңағыдай туысқаны аудан әкімі болып тағайындалып кетсе, ауданның әкімі оның жалпы қарамағындағы бір кездері бір бөлімде бірге жұмыс істеп жүрген адамдар, ол аудандық әкімдікте қызмет атқара алмайды туысқаны бар болса. Ол басқа ауданға барып қызмет атқаруына болады, болмаса басқа облысқа барып, яки болмаса басқа мемлекеттік органда қызмет атқаруына болады. Мемлекеттік қызмет туралы заңда көрсетілгендей. Демек, нақты айтқан кезде, қандай кезде шектеу пайда болады, қандай кезде тыйым салынады. Егерде туысқан адамдар мемлекеттік қызметті атқарып жүрген кезде араларында бағыныстылық пайда болса, бағынышты өкілеттіктер пайда болса, бірі басшы, екіншісі қарамағында адам қарамағында қызмет атқаратын қызметші деген секілді. Енді бір тағы да бір ескеретін жай бар. Мына мемлекеттік қызметте техникалық мамандар деген болады. Техникалық мамандар, техникалық қызметшілер, болмаса жаңағыдай еңбек шартыменен қызмет атқаратын азаматтық қызметшілер. Техникалық мамандар кімдер деген сауал тұрады ғой. Бұл жерде жаңағыдай ресми бір программист мамандар, IT мамандары, әртүрлі жаңағыдай сарапшылар, әртүрлі жаңағыдай бір белгілі бір мерзімде жұмысты атқаруға шартпенен тұрған, еңбек шартымен тұрған қызметшілер. Демек, азаматтық қызметшілер. Азаматтық қызмет туралы да арнайы норма бар Қазақстан Республикасында. Бұлар мемлекеттік қызметшілер болып саналмайды бұл адамдар. Ал бірақ негізінде мемлекеттік қызметшілерге қызметті атқаруларына, лауазымды өкілеттіктерін орындауына қолғабыс жасап, көмек жасап, солар функцияларын жүзеге асыруларына көмектесіп отырады. Енді осы жерде оны бекер қозғамадық, бұл жаңағыдай техникалық мамандар мен азаматтық қызметшілерді. Егер көрдіңіз бе деймді, туған ағасы аудан әкімдігінде жұмыс істейтін болса, оның жалпылай інісі болмаса қарындасы қарамағында жұмыс істей алады ма, егер техникалық маман болса деген сауал туындайды ғой. Егер де ол көрдіңіз бе, туысқаны болмаса туған інісі сол мемлекеттік органның басшысының туысқаны, егер де ол техникалық маман ретінде болмаса азаматтық қызметші ретінде қызметке қабылданатын болса, еңбек шарты бойынша, онда ол жаңағыдай, онда толығыменен мемлекеттік қызмет туралы заңның нормасы бойынша да, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң бойынша да сол мемлекеттік органда қызмет атқаруына толық құқығы бар, рұқсат берілген. Тек қана ол егер мемлекеттік қызметші ретінде арнайы тестін тапсырып, және де ол қызметке қабылдау этапынан сұхбаттасудан өтіп,
арнайы ресми түрде мемлекеттік қызметші ретінде тіркеліп мемлекеттік қызметші болатын болса, сол кезде ғана ол өзінің туысқанының басшылығында қарамағында қызметші ретінде қызмет атқара алмайды. Техникалық қызметшілер мен жеке мынау азаматтық қызметшілерге мемлекеттік қызметші болып саналмайтын кез келген жанды жұмысшыларға қызмет атқаруға берулеріне болады. Туысқандық, туыстық қарым-қатынасқа қарамастан. Осы бір жерде тағы осы бір бапқа 14-ші бапқа қосымша айта кететін мағлұматтар бар. Көптеген жағдайда көрдіңіз бе, мынау мемлекеттік қызметшілерде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департаменттердің құрамында мына Қазақстан Республикасында осы 2018 жылдары, 2017 жылдары әсіресе айта кету керек, көптеген жағдайда мемлекеттік органдарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізіп өтті. Демек, тексеру жүргізіп өтті деген сөз ғой. Енді бір оқу саласын тексеру барысында мемлекеттік жағдай жоғарғы оқу орнының ректоры өзі сол мемлекеттік оқу орнының жағдай мемлекеттік оқу орнының жатақханасына меңгеруші етіп өзінің жалпы жақын туысқан қарындасын тағайындаған екен. Осы жерде тағайындаған екен. Ал енді декандыққа да сол оқу орнының декандығына өзінің тағы да бір туысқанын қарындасын тағайындап қойған екен. Бір мысал бұл жерде айта кету керек. Осы жерде жаңағыдай қандай да бір сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бар ма, жоқ па деген сауал туындап тұр ғой. Әрине, мемлекеттік бұл жерде жаңағыдай мемлекеттік оқу орнының басшысы, мемлекеттік оқу орны мемлекеттік ұйым ғой. Ал мемлекеттік ұйымның басшылары мемлекеттік қызметшіге теңестірілген болып саналады. Приравнивается к государственному служащему. Демек, біз айтқанда ол мемлекеттік қызмет туралы заңның баптарына, нормаларына бағынады. Нақты айтқанда мемлекеттік қызметші деуге де болады. Ол кісінің ол енді ректордың тарапынан бұл жерде әрине толыққанды сыбайлас жемқорлық әрекеттері бар, заңсыз жолмен жаңағыдай қызметке қарамағында адамдар тағайындады. Қызметтік теріс лауазымды өкілеттіктерін асыра пайдалану бар. Қылмыстық кодекстің 361 бабында көрсетілгендей әрекет бар. Ал енді бұл жерде жатақхана меңгерушісі мен оның жаңағыдай деканға беретін болсақ, ол екі адам әрине қызметінен босатылады, мысал ретінде. Ал бірақ сол екі адам жауапқа тартылады ма деген тағы да сауал туындайды. Әрине бұл жерде бұл екі адамды жауапқа тартуға ешқандай негіз жоқ. Неге өйткені жатақхана меңгерушісі де ол мемлекеттік қызметкер болып саналмайды. Бұл жаңағыдай азаматтық қызметші басқан кезде еңбек шарты бойынша қызметін атқаруға қабылданған азаматтық қызметші. Сол секілді деканда жаңағыдай азаматтық қызметші ретінде мемлекеттік қызметші болып саналмайды, ол ешқандай жауапқа тартылмайды бұл жерде. Ешқандай жауапқа тартылмайды. Тек қана жауапқа тартылған жүз мемлекеттік қызметші болып тұр. Сол жоғарғы оқу орнының басшысы, ректоры. Бұл жерде мінекей көрдіңіз бе? Осы жерде айта кетуіміз керек, біз ескеретін жағдай бір адам мемлекеттік қызметші жауапқа тартылады, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы бойынша. Ал екі адам жаңағыдай туысқан адамдар, олар бірақ жаңағыдай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасады деп жауапқа тартылмайды. Өйткені ол адамдардың әрекеттеріне сыбайлас жемқорлық әрекеттері бұл жерде белең алып тұрған жоқ. Бұл адамдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңмен мемлекеттік қызметтің баптарын бұзып тұрған жоқ бұл жерде. Лауазымды өкілеттіктерін асыра пайдалану әрекеті белгілері жоқ әрекеттерінде. Мінекей бүгінгі енді лекциямды қорытындылап келе жатырмын. Қорытындылай келе айтқым келіп тұр. Әрине бұл жерде айтқым келіп тұр. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 14-ші бабы үйге тапсырма ретінде жаңағыдай білім алушыларға тапсырма ретінде беріп отырмын. 14-ші бапты оқып, соның үстінде жаңағыдай
14 бапқа өздеріңіздің тарапыңыздан әртүрлі былай ақпараттар жинап, мысалдар келтіріп көріңіздер деген келіп тұр. Мен бұл жаңа жерде 2 мысал келтіріп кеттім. Әсіресе мынау екінші келтірілген мысалында жоғарғы оқу орнының ректор мен декан жатақханашы бойынша да мысалды ұмытпай оңашада өздеріңіз осы 14 бапты оқи отырып, жаңағыдай бұл мысалды тағы да пысықтап талдап кетіңіздер дегім келеді. Бүгінгі жаңағыдай лекциямды осымен аяқтадым. Көп рахмет. Студенттерімізге, білім алушыларымызға қысқа ғана кеңес ретінде айтқым келеді. Мен енді өзім әрине бұл жерде енді кейбір студенттеріміз оқиды екен орысша. Орысша болса да оқиды екен, орысша да оқи береміз деп. Кейбір балаларымыз, студенттеріміз қазақша сұрайды. Қазақша енді әлі дайын емес, дайындалу барысында. Мінекей жаңағыдай мынандай бір кітапты мен көрсетіп отырмын, дайындап шығарғам. Қазіргі осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға ішінде көптеген материалдар бар, мысалдар бар, ішінде көптеген казустар бар. Қылмыстық кодекс, біз енді сабағымызда қылмыстық кодексті үнемі пайдаланып отырамыз. Өйткені осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды жаңағыдай талдау, бұл қылмыстық кодекссіз, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекссіз, оны талдау, талқылау, түсіну мүмкін емес әрине. Қылмыстық кодексіміз бізде кітапханада бар, бұл кітаптар. Және де қылмыстық құқық профессор Ағыбаев ұстазымыздың кітабы, жалпы бөлім бар, ерекше бөлім бар. Бұның ішінде жаңағы ерекше бөлімде мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару саласына қарсы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар деген тақырып бар. 15-ші тарау, қылмыстық кодексте 15-ші тарау, 361 мен 371 бап аралығында осы жаңағыдай тарауларды, осы тақырыптарды оқып, талдап жүріңіздер. Біз осы жаңағыдай осы кітаптарды оқып, талдап, талқылау жүріп қана жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды меңгере аламыз. Көп рахмет сіздерге.